Ал осы үздік технологияны әлдеқашан меңгеріп, өнімін ұлғайтқысы келген ел кәсіпорындарына Қазақстанның Даму банкі қаржылай қолдау көрсетуде. Негізінен экспорттық әлеуеті жоғары өндіріс ошақтарына. Нұрлы жол бағдарламасы аясында көрсетілетін осындай демеуге күнгейдегі май өндірумен айналысатын зауыт қол жеткізді. Гүлмайра Қуатбайқызы жалғастырады. Зауыт қаржылай қолдаудың арқасында экспорттан түсетін табысын тағы 2% арттырмақ. Әр жаңа нарықтарды игеріп, әлеуетін кеңейтуді көздейді. Бүгінде кәсіпорын өнімінің 50%-ы Қытай, Ауғанстан, Ресей және Орта Азия елдеріне жөнелтілуде. БРК предлагает сегодня Қазақстанның Даму банкі қолжетімді несие ұсынып отыр. 2 жыл мерзімге 3 миллиард теңге. Осы қаржы есебінен сатып алынатын шикізатты арттырып, өндіріс ауқымын ұлғайту ойымызда бар. Мақта мен сафлор жергілікті өнім болғанмен соя, күнбағыс дәндері Талдықорған, Павлодар және Өскеменнен сатып алынады. Нәтижесінде зауытта жылына 25 мың тонна өсімдік майы, 50 мың тонна жем-шөп, 7 мың тонна кір жуатын сабын өндіріледі. Біздің қоржынымызда экспорттаушы компанияларды қаржыландыруға арналған тағы 8 миллиард теңге бар. Өтініштер қаралып жатыр. Жыл аяғына дейін қаржы толықтай игеріледі. Бұған дейін Қазақстанның Даму банкі Нұрлы жол инфрақұрылымды дамыту бағдарламасы аясында 13 кәсіпорынға қолдау көрсеткен. Алдағы уақытта тағы бірқатар компания бастаманың игілігін көрмек. Гүлмайра Қуатбайқызы, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар.